Сәлеметсіздер ме, қымбатты менің көрермендерім. Бүгін сіздерге мынадай керемет тағамның, пісірме тағамының тағы бір вариантын ұсынғым келіп тұр. Өте тез, жылдам жасалады. Сондықтан жасап көрейік. Бұл керемет тағамды жасау үшін керекті бізге азық-түлік. Біз мынау ақ, көк қырыққабаттарды алдық. Өте дәруменге бай. Ет алдық, пияз алдық, картоп алдық, сәбіз алдық, қызанақ алдық, кішкентай жаңағы ірімшік алдық. Сосын бізге мына айран керек. Сосын бізге 2 жұмыртқа керек. Мені бәрін турап қойдық. Қараңыз, мынау көк тал сияқты, мынау ақ тал сияқты. Сондай жақсы көремін мен осы гүлді қырыққабаттарды. Бәрін турап қойдық. Мына үкіштен өткіздік. Бәрін дайындап қойдық. Қазір қазанға барады. Мына етіміз бен пиязымызды қуырып алып жатырмыз. Оған жаңа тұзын, бұрышын, кәмдеуіштерін қосыңыз. Оған мына сәбізі мен қызанағын қосып жіберіңіз. Керемет тағам болуға. Ол екі ортада мынау картофеліміз қайнап жатыр. Мына суымыз да керек, қазір қайнайтын. Ол екі ортада мына брокколимізді, көк қырыққабатымызды 2 минутқа қайнатып аламыз. Одан көп қайнатпаңыз. Міне ақ түрлі түсті қырыққабатымызды да қазанға салдық. Бұны да 2 минут қайнатып аламыз. Бұл жырап кетпес үшін. Міне езілген картопты алып келдік. Енді бұған жаңа қуырылған етімізбен, сәбізімізді, пиязымызды бәрін қосып араластыруымыз керек. Керемет тағам болады ол. Дәруменге бай, еті де бар, картофы да бар, сәбізі де бар, қырыққабаттары бар. Керемет тағам болады. Менің каналымда осындай қырыққабаттардан жасалған видеоларым бар. Осы қырыққабаттың сезоны науқаны енді келе жатыр. Күн жолыны олар ұнатпайды, сондықтан сол кезде олар арзан болады. Сондықтан жасап көріңіздер. Қазір бұны араластырып болғасын, мынау неге біріндеп сала бастаймыз. Бұның астын әдемілеп майлап қойдық. Қазір әдемілеп сала бастаймыз. Міне мынау суға пісіріп алған қырыққабаттарымызды үстіне қойып, әдемілеп көркемдеуіміз керек. Міне қараңыз, қандай әдемі қылып орналастырдық. Мына картоп пен ет өте жұмсақ. Үстіне орналастыра бересіз. Мен өзімше гүлдер салып орналастырдым. Сіздер қалай орналастырғыңыз келсе, солай көркемдеңіз. Әңгіме ондай емес. Енді біз бұл жерге мынау жұмыртқамен айранды араластырып үстіне құюымыз керек. Әдемілеп, сосын қазір духовкаға барады дағы 20 минут тұру керек. Болды. Содан кейін керемет дәруменге бай тамақ болады. Қараңыз, өте сұлу болу керек бұл. Енді бұның үстіне мынау ірімшіктің үкіштен өткізіп салыңыз. Ірімшікті қалай салсаңыз да, көп салсаңыз да бәрібір. Бұл керемет тағам болады. Ағзаға пайдалы, әрі диета сақтағандарға да күшті. Сосын көп уақытыңызды алмайды. Мен бір 40 минуттай уақытымды алды. Қазір духовкаға барады. Міне, жарты сағат тұрды духовкада. Қараңыз, керемет тағам болды. Міне, дара-дара қалай жесеңіз де, ішке де жақсы, біз сияқты тісі нашар адамдарға тіске де жақсы, сондай диета сақтайтын адамдарға да жақсы. Сондай тамаша витаминдерге өте бай, керемет тағам болды. Мені осылай пісірмені жасап жүріңіздер. Менің осы бүгінгі жасаған тағам ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, ойларыңызды ортаға салыңыздар. Менің инста парақшама да кіріп жүріңіздер. Мен өңкей айтып отырам, мынау қазақ контенттерді қолдап, қолпаштап жүріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.